Сәлем достар, сіздермен бірге мен Умида Микс. Менің бүгінгі блогымның тақырыбы блогерлердің суретін қайталау деп аталады. Енді достар, кеттік. Достар, менің ең бірінші қайталайтын блогерім ол Мисс Айжан Кизет. Неке мен оның мына суретін қайталаймын. Жөн көріп тұрғандай, осы суретін қайталаймын. Енді оның үстіне ақ футболка кигем, неке мен киіп дайындалып тұрмын. Және де ол неке менде ақ футболка, бірақ мына жерінде қара жазу бар. Жыртпайлықтармен қара жазу бар. Және де ол шашын жайған, мен қазір шашымды жаям. Және де бір жағын қайырып, бір жағын босатамын. Енді достар, мен қазір суретке түсемін де сіздерге көрсететін боламын. Кеттік. Неке достар, сендер көрдіңдер. Егер де сендерге осы қайталаған суретім ұнаса, міндетті түрде лайк басыңдар. Және де комментарийға ұнаған не ұнамаған жазып кетсеңдер болады. Енді достар, екінші суретім ол Арука Микс. Мінекей. Мен Арука Микстің осы суретін қайталаймын. Яғни оның үстінде розовый көйлек. Менде көйлек емес, тек футболка ғана. Және де розовый футболка киемін. Ол ұқсады деген сенімдемін. Және де ол да дәл Мисс Айжан Кизет секілді шашын бір жағына жіберген. Енді достар, мен суретке түсем, ал сендер міндетті түрде көріңдер. Неке достар, Арука Микстің қайталаған суретін көрсеттім. Егер де сендерге осы суретім ұнаса, сендерге қайсы ұнаған, міндетті түрде комментарийға қалдырыңдар. Мен міндетті түрде қараймын. Енді соңғы үшінші қайталайтын блогерім ол Зенаска. Яғни Еркеназ Сүлейменова. Мен оның мына суретін қайталаймын. Неке көргендеріңдей, оның үстінде тағы да ақ футболка. Және де ода қара сызықтары бар. Менде қара қауырсындары бар ақ футболка. Сіздерге кейін көрсетемін. Және де ол да тағы да шашын бір жағына жіберіп жайған. Менде дәл солай жаямын. Ендеше суретке түсейік достар. Достар, неке сендер менің барлық суреттерімді көрдіңдер. Сендерге осы қайталаған 3 суретімнің қайсысы ұнады, соны комментарийға міндетті түрде қалдырыңдар. Мен де міндетті түрде қарайтын боламын. Достар, сендерге қайсы сурет ұнады деп ойлайсыңдар? Мисс Айжан Кизет пе, әлде Арука Микс пе, әлде Зенаска ма? Мысалы, маған Мисс Айжан Кизетті қайталаған суретім ұнады. Сендер өздерің білесіңдер. Комментарийға міндетті түрде қалдырыңдар. Ендеше достар, келесі менің блогым тақырыбы жұлдыздардың суретін қайталау. Мен әрине атақты жұлдыздардың суретін қайталайтын боламын. Ендеше достар, менің басқа блогымды күтіңдер. Сау болыңдар.